Жаз айларында адамдардың 92% дарбызбен қоректеніп сүйсіне жейтіні белгілі. Осы дарбыздың адам ағзасына қаншалықты пайдалы және зиян екенін білесіз бе? Денсаулығы үшін ерте піскен қарбыз емес, дұрыс жуылмаған қарбыз әлде қайда қауіпті. Себебі жуылмаған қарбыз бетінде сальмонелла және листерия ішек инфекциялары өмір сүреді. Жол бойында немесе ет базары қасында сатылатын қарбызда оның көрсеткіші жоғарырақ болады. Сондықтан қолданар алдында қарбызды міндетті түрде жуу керек. Әйтпесе қауіпті бактериялар ішекке түсіп кетуі әбден мүмкін. Денсаулық сақтау министрлігінің басшысы қанында кальций мөлшері жоғары адамдар қарбызға тым әуес болмау керектігін атап өтті. Өйткені бұл бұлшық еттің ауырсынуына немесе аритмияға әкелуі мүмкін. Қарбыздағы қант көлемі салыстырмалы түрде аз десек те, қарбыздың 1 литрінде 60 грамм қант бар. Сондықтан бұл жемісті көп мөлшерде тұтыну да зиян. Өйткені ол айтарлықтай гликемиялық жүктемеге алып келеді. Ең дұрысы қарбызды талшыққа бай басқа да өсімдік тағамдарымен бірге жеген дұрыс. Бұл қандағы глюкозаның бірден көтеріп кетуіне жол бермейді. Ал сондай-ақ қарбыз дәнінің құрамында көптеген пайдалы заттармен қоса оксал қышқылы және трипсин тежегіштері сияқты антинутриенттер барын ескертеді. Дәнді кептіріп немесе қуырып жеген дұрыс дейді кейбір мамандар. Жаз айындағы дарбыздың шілде айынан бастап жеген дұрысырақ. Себебі ерте піскен қарбыздардың құрамында адам денсаулығына зиянды заттар болуы мүмкін. Барлық адам сүйсіне жеп, жаз шыға салысымен сатып алуға асығатын қарбыздың 92% судан тұрады. Оның адам организмін тазалауда пайдасы оразан зор екен. Оның құрамында А, В6, С дәрумендері көптеп кездеседі. Барлық адам сүйсіне жеп, жаз шыға салысымен сатып алуға асығатын қарбыздың 92% судан тұрады. Оның адам организмін тазалайтын пайдасы орасан екен. Оның құрамында А, В6, С дәрумен топтары кіреді. Сондай-ақ антиоксидант және аминокислота секілді пайдалы компоненттер бар. Ыстық күндері қарбыздың маңызы тіптен арта түседі. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше, ең жоғарғы деңгейдегі дәрумендердің барлығы қарбызда екен. Әдетте мұндай жағдай тек қызыл көкөністерде, жеміс-жидектерде кездеседі екен. Сонымен қатар қарбызда ликопен компоненті бар. Оның жүрекке, сүйекке пайдасы өте зор. Қарбыз шырынының қасиеттері мен қанықтығы оның көптеген ауруларға ем болатын дәмді халықтық дәрі-дәрмек етті. Мысалы, ол атеросклероз, артрит, құяң және қант диабеті сынды ауруларды емдеуде үлкен көмек бола алады. Қан қысымы жоғары адамдарға және цистит, простатит сынды аурулардан зардап шегетін адамдарға қарбыз шырынын жиі ішу ұсынылады. Қарбыздың дәнінде де құнар бар, өйткені ол нәрлі заттармен байытылған. Ішінде минералды тұз, темір және магний бар. Калориясыз тәтті қарбыздың ағзаға тигізер пайдасы көп. Диетологтар қарбызды құнды диеталық тағам ретінде ұсынады. Алайда күніне 2-3 килограммнан артық қолдануға болмайды. Қарбыздың емдік қасиеті туралы ең алғаш арабтар анықтаған. Олар тамақтың алдында қарбыз жеген адамның ағзасы толығымен тазарады деп сенген. Медицина мамандары да қарбыздың аурудан айықтыратын қасиеті бар екенін дәлелдеген. Халық медицинасында қарбызды шемен немесе сары ауруға қарсы қолданады. Қарбыздың дәндері, қабығы мен шырынды бөлігі дәрілік мақсатта қолданылады. Шырыны жаздың күні шөл басу үшін де пайдаланылады. Тәтті бөлігі мен шырыны несеп жүргізуге көмектеседі. Ертеде халықтық медицинада қарбыздың дәндерін қан тоқтату
үшін де қолданған. Қарбыз бүйрек және бауыр ауруларына, тас, тұз жиналған ішкі құрылыс мүшелеріне шипа болады. Қарбыз темірге бай. Қаназдық, яғни анемия кезінде де пайдасы көп. Сондықтан адам бойындағы артық холестеринді шығаруға, атеросклероз ауруына көмектесетінін біле жүрген дұрыс. Дәрігерлер жаз айында подагра, артрит, қан диабеті ауруларымен ауыратындардың ас мәзіріне қарбызды қосуды ұсынады. Семіздікпен күресетіндерге арналған қарбыз диетасы нәтижелі болатынын дәлелдеген. Сонымен қатар безгек ауруына шалдыққандар қарбызды сусын ретінде қолданса болады. Тіпті қарбыз көздің көру қабілеті мен мидың белсенділігін арттырып, ультракүлгін сәулелерден қорғай алады. Оның құрамында С және А дәрумендерінің адам ағзасына пайдасы мол. Қарбыздың қабығы мен бас ауруын лезде жазып алуға, дәнін қайнатып сусын ретінде қолдануға да болады. Осыншама пайдасына қарамастан қарбыздың зиянды тұстары да жоқ емес. Қарбыз науқанымен қатар адамдардың улануы да жиіленеді. Мысалы, Қазақстанда жаз айында тамақтан уланғандардың саны былтырғымен салыстырғанда 2 есе көбейген. Соған қарамастан қарбыздың химиялық қоспалардың көмегімен жылдам пісуі, жемісті көктеу жылуы тағы да сондай себептерге байланыстырып келеді. Қарбыздың пісіп-піспеген тексеру үшін сауда орындарына белгі салдырып кескен соң қарбызды 1 сағаттың ішінде жеу керек, әйтпесе тағамдық құндылығын жойылып кетеді. Көп адамдар қарбыздың дәнінің көп болмаған дұрыс деп ойлайды, алайда бұл қате тұжырым. Қарбыздың дәндерінің көп болуы оның табиғи ортада өсірілгенін аңғартады. Және қарбыздың дәндері ақ емес, қара қоңыр түсті жетілген болуы керек. Қып-қызыл, тым тәтті қарбыздарда денсаулыққа зиян. Табиғи жолмен өсірілген қарбыздар әсіресе қызыл болмауы керек. Күннің ыстығында ұзақ тұрып қалған қарбызда адам ағзасына зиян келтіріп, түрлі ауруларға себепші болады. Сондықтан қарбыз таңдауда аса сақтық танытқан жөн. Видеом ұнаса лайк және комментария қалдырыңыздар. Каналыма жазылып, қазақша контентті қолдауды ұмытпаңыздар. Сіздерге бұдан да қызықты видеоларды ұсынатын боламын.